Мешіт лайф сынады. Бүгін білім күні, 1 қыркүйек күні құтты болсын. Балдарымызға Алла жәрдемші болсын, зейіндерін ашсын. Иншалла сол біздің балдарымыз, қыздарымыз осы елдің келешегі ғой солар. Сол ілім арқылы осы елдің дамуына, елдің өркендеуіне, өсуіне, елде берекенің орнауына себепкер болады сол. Себебі ілім деген ол нұр сияқты нәрсе, ол күн сияқты, жылу береді, жарық береді. Ілім болмаса адам надан болады, надан болса ол надан адамнан көп нәрсе шығады. Білім негізінде не істейді? Адамның көзін ашады, жақсыны жаманды ажыратып береді, түзу мен қисықты түзетеді, соны айтып береді, түсіндіріп береді. Хақ пен батылдың ара жігінде ажырататын сол не? Білім. Білім болмаса ол Алла сақтасын, талай-талай неге жаңағы опа жегізеді, талай-талай қиыншылықтарға алып баратын сол білім. Оған біз өз өмірде не істеп отырмыз, куә болып отырмыз. Бір мәселені айтқым келіп отыр. Кешеде намазда айтып жатырмыз ғой. Кеше 30 күні келіп жатыр, 31 тамыз күні келіп жатыр. Субханалла. Кейбір ата-аналар 5 баласы бар, 6 баласы бар, 4 баласы бар, 3 баласы бар. Күйеуі жоқ, немесе күйеуі жұмысқа жарамайды әйтеуір. Жалғыз басты ана. Қараңызшы, бүгін мысалға бала сабаққа бару керек, Қазір бізде сол баламызды апарып келдік, жиналысына қатысып келдік мысалға. Сонда деймді адам жүрегімде қатты батады. Біздің қоғамда қандай мұқтаж адамдар бар да. Көршіміз бар, соны кейде көрмей қаламыз. Екі өзіміз соны көрмейміз, немесе білмеймін, көргіміз келмей ма, жоқ әлде иманымыз сондай қатты әлсіреп кеткен ба. 5 баласы бар, екеуі студент, мысалы кешегі апаны мысалға берсем болады, 3 баласы мектепке барады. 31 күні келіп тұр бізге мешітке жылап еңіреп. Бір күні бүгін сабаққа, ертең сабаққа бару керек, баланың сөмкесі жоқ. Ертең сабаққа бару керек, аяқ киімі жоқ, аяғында киетін. Туфли жоқ, үстінде костюмі жоқ. Тетрадтарын бірдеңе әйтеуір алған сияқты, бірақ сөмкесі жоқ, оны арқалайды. Ардақты пайғамбарым не қылды дейді? Өзі тоқ болып дейді, көршісі аш болған бізден емес дейді. Бізден емес деген сөз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менің үмметімнен емес деп, сондай ауыр сөз ғой негізі мұсылман үшін да бұл. Бұндай хадистерді, бұндай аяттарды көп айтып жүрміз да, кейде осындай хадистерге терең бір үңілмейтін сияқтымыз. Мына жүрекке сондай әсер етпейтін сияқты да кейде сөйтіп ойлаймын. Өзім де мен сол хадисті қайта-қайта айтам, ойланам, терең ойланам да, неге өйтіп айтты деген, неге айтты деген деп, сол терең ойланып, біраз ойланғаннан кейін барып жүрекке әсер ете бастайды да. Бір естігені әсер етпеуі мүмкін кейбір адамдарға. Пайғамбарымыз айтып жатыр, бізден емес деп жатыр, менің үмметімнен емес деп жатыр да пайғамбар. Кәпір ол жаңағы зымдық қошым адасқан деп тұрған жоқ, бізден емес, менің үмметімнен емес, маған жолымасын деп тұр ғой. Яғни пайғамбар неге шақырып жатыр? Мұсылман не істеу керек? Өзінің көршісінің қамын ойлау керек. Өзі тоқ болып, аш болған мұсылман қасында болмау керек. Сені көре тұра, жағдайы бола тұра соған көз жұмбау керек деп отыр ғой. Ардақты ағайын, интернеттен бәрін көріп отырмыз ғой. Өзімізде сол барып жүрміз, қонаққа барып жүрміз, садақаға барып жүрміз. Субханалла, біздің үйдегі анау мұздатқыш холодильниктің ішін ашсаң, лық толы ғой, лық толы. Солай ма? Аузынан есік жабылмай тұрады сонда. Құдайдың бір сөмкесі бір 3.000-4.000 теңге тұратын шығар. Сол тетрадыңыз 3.000 теңге, 4.000 теңге тұратын шығар. Әрі кетсе бір 7-8 теңге тұратын шығар бір сөмке деймін да мысалға. Бір туфлиіңіз қазір енді әртүрлі ғой, 10 теңге, 15 теңгеден баланың жасына қарай өзгереді. Айтайын дегенім, сол холодильниктегі толып тұрған сол қаншама ысырап болып отқан тамақты кішкене азайтсаңыз бар ғой. Сіз не істейсіз? Біреуге бір сөмке алып бересіз. Біреудің бір басында бантигін алып бересіз, ана қыздың көйлегін алып бересіз. Субханалла, қаншама сауапқа кенелесіз. Кім бір мұсылман адамның бір қажетіне жараса, оның бір проблемасын шешетін болса, Алла тағала бұл дүниеде де, ақыретте де оның проблемасын шешіп тастайды дейді. Пайғамбарымыз хадисі бар. Қажетін өтейді деп жатыр Алла тағала. Яғни сен біреуге жәрдем берсең, оның қажетін өтесең, Алла сенің де қажетін өтейді. Бір күні сен күні адаммен дейді ғой. Солай ма? Адамның күні адаммен, бір күні басымызға келеді бәріміздің. Алла сақтасын. Кез келген жағдайда адам болуы мүмкін. Бүгін пәленбай атақты лауазымда отыру мүмкін, бірақ сондай жылдан кейін адам сондай бейшара халге келіп қалуы мүмкін да. Қалтасы толған, шот толған, миллиондаған ақша болуы мүмкін, бірақ бір күні сонда банкрот болып, дымы қалмай сүмірек бейшара болып қалуы да мүмкін да. Бұны ешкімге тілемейміз ғой, бірақ өмірдің өзі соған куә. Дәлел соған көріп жатырмыз да. Бұны неге айтып жатырмын? Бұны біреу ойбай сондай банкрот болып қалсын деп тұрған жоқпын, бірақ сол дүние бір күн жоқ болады да. Сол қимай жүрген, сол бір сөмкені алып бере алмайсың сол.
сол үйінде тамағы жоқ, наны жоқ, соны сен көріп отырсың, соған жәрдем бере алмай отырған мұсылман не істеу керек? Кішкене ойлану керек та, кішкене сілкіну керек. Ардақты ағайын, жан-жағымызға қарайық. Біз елміз ғой. Біз қазақ сондай ел, ешқашан жетімін жылатпаған елміз, жесірін жылатпаған елміз біз, солай ма? Жан-жағымызға қарайық. Әсіресе қасиетті Құран-ы Кәрімде нағыз мұқтаждарды Алла Тағала сипаттайды. Нағыз мұқтаждар дейді. Олар барып сенен барып не істемейді, қолын жайып сенен сұрамайды олар дейді. Бұлар айтпайды дейді мұқтаждығын. Сондай семьялар бар, мұқтаж, бірақ не істемейді, айтпайды. Біреулер айтып келеді барып сөйтіп бізге, әрдайым сөйтеді көбінесе. Пәленбай үйде осындай 7-8 баласы бар, 5-6 баласы бар, бірақ осындай тамағын таба алмай отыр, үйінде күйеуі жоқ, отағасы жоқ, жұмысы жоқ, қиналып отыр деп айтқаннан кейін барып біз оны зорға тауып аламыз да, өзі еш уақытта келмейді, айтпайды. Міне, нағыз мұқтаждар осылар дейді Алла Тағала. Сондықтан іздеуіміз керек, сұрауымыз керек. Көршілеріміз бар, туыс бар, басқа бар, кім бар мұқтаж? Бір сон 5 баласы бар, анаға жақындап, жағдайың қалай, қарындасым-ау, дұрыс па бәрі, тамағың бар ма, жұмыс қалай болып жатыр, бала шаға мектепке дайын ба деп бір сұрадыңыз ба, жоқ па? Соны әрбір мұсылман істеу керек, өзіне есепке алу керек та. Ертең ақыретте осының барлығын істейді, ардақты ағайын, алдымыздан шығады. Сенің жасаған кіттей, титтей де бір жасаған жақсылығың ертең Құдайдың алдында сен жәннатқа кіресің бе, тозаққа кіресің бе белгісіз ғой. Сол кезде сен істейді, алдынан сол шыққан кезде, шіркін, мынадан да көбірек жасауым керек еді ғой деп ертең өкініп қалуымыз мүмкін да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра дейді Алла Тағала. Кімде-кім титтей де шаңның тозаңдай да болмашы бір нәрсені жақсылық істейтін болса, оның да оның қарымын қайтарым дейді Алла Тағала. Бір ручка алып берсең мысалға, бір ручка алып берші ана балаға. Бір теннің басында бантигін алып берші, соны бір көп болса 500 теңге тұратын шығар сол. Мысалға дегенім ғой, енді әркімнің жағдайы әртүрлі ғой. Біреу 10 теңге бере алмауы мүмкін. 10 теңге біреу үшін үлкен ақша болуы мүмкін. Біреу үшін 1000 теңгенің өзі үлкен ақша болуы мүмкін. Сондықтан әркім өз жағдайына қарап не істейді? Жүрегіндегі ниетіне, ықыласына байланысты жәрдем береді ғой. Ардақты ағайын, ешкімді кінәлаудың, пәленбай түгенбай деп стрелканы бас жаққа бұрудың қажет емес. Біз не істеп жатырмыз? Мұсылман ретінде, осы елдің азаматы ретінде, тұрғыны ретінде не істеп жатырмын мен? Әрбір көршінің өзінің ақысы бар, соны ойлануымыз керек та. Алла Тағалам иншалла сөйтіп қиналып жүрген, субханалла, ана жарайды ғой, ананың, әкенің жүрегі езіледі, ол онсыз да белгілі нәрсе. Енді сіз ана баланың ойын бір кішкене, соның орнына өзіңіз орын қойып көріңізші. Ана қыз бала, жаңа ұл бала деймін да, сөмкесі жоқ, киімі жоқ, қатарынан қалып бара жатыр мысалға, қараңызшы, иә? Немесе ағасының жыртыл-жыртық сөмкесінің бар, ертең мектепке барады сонымен мысалға, қасындағы балдар жаңа әдемі жаңа сөмкесін барған кезде, ана баланың ұнжырғасы үсіп, абыройы төмендеп, кәдімгі бейшара болып өзін сезінеді да, қараңыз. Қандай жаман нәрсе де, адамның намысына тиеді бұл нәрсе. Соған жол бермеуіміз керек қой біз. Сол баланың кінәсі жоқ, әрине, әркімнің несі тағдыры әртүрлі ғой, бірақ дегенмен біз егер осында амалдар жасамасақ, ертең Құдайдың алдында жауап береміз, жауапты боламыз. Әсіресе мүмкіндігі бола тұр сол жағдай сұрамаған адам, пайғамбарымыз айтқандай, біздің үмметімізден емес деген сондай ауыр сөзге тап болады да.